Қазіргі қазақтың жастары қалай қыдырады? Менің есімім Бану, 4 баланың анасымын. Осы жылы мен үшін 8 наурыз керемет өтті. Азана мен жолдасым клубника в шоколаде сыйлап, бала-шағамызбен тәтті шай іштік. Сосын мен өзім жасаған сыйлықты распаковка жасадым. Мен өзіме Байер арқылы Миланнан Гуччидің сумкасы мен туфлин алдырттым. Одан соң жолдасым мені қыдыртуға Есентай молға келді. Өзімнің жаңа сумочкамды киіп мәз болып майысып жүргенде жолдасым мені Прада магазиніне кіргізді. Бұл жерде бізді керемет күтіп алды да бір бокал шампанское құйып берді. Бұл жерден жолдасым маған лофер әперді. Одан кейін күтпеген жерден мені 5 жұлдызды отельге апарып қыдыртты. Керемет массаж алдық, спаға кірдік. Ой, енді байым бүкіл жағдайым жасап берді ғой. Бұл видеомен айтқым келетіні, Қазақстанда да керемет еңбек жасап, бизнес жасап қыдыруға болады. Мен өзімнің құрдастарынан көп естимін. Қазақстанда аулайтын ештеңке жоқ, Қазақстаннан көшіп кету керек деп жатады. Мен мүлдем келіспеймін бұлмен. Ізденген адамға, еңбектенген адамға әрдайым жолы табылады. Қоғамды кінәлай бергенше, кінәні өз-өзіңізден іздеп, өз-өзіңізбен жұмыс істеңіз. Қазір Қазақстанда мүмкіншілік өте көп. Бұл өмірде әр адам өз таңдауын өзі жасайды. Сіз өз-өзінің өміріне өкпелі, қоғамды, қоршаған ортаны, барлық нәрсені кінәлап өмір сүргенді қалайсыз ба? Әлде өз өміріңіздің қожайыны болып, бақытты, дәулетті, өз елінің керемет азаматы болғанды таңдайсыз ба? Қай позиция сізге жақынырақ?